Қызылорда қаласының тұрғыны өзінің әйелінің жоқтығын пайдаланып, енесін талғас көчтап қойып, қамақта ұстаған. Оқиға орнынан тілшіміз. Бұл епашамат мен ұйықтап жатқан пайланып қиздават етіп тұр ғой. Конкретно людское общениеге жарамай тұр екен, мен онымен по понятию сөйлесем. И надо будет поступать етем. Мені байлап қойып, маған метласын шашып, қара мына мыштың. Мынадан кейін ешқандай да мазия болмайды. Мен сразу айтып қояйын. Көрдіңдер ма, қандай бандит құсап сөйлейтін? Осының бәрі ана сайлау үшін. Ертең ана 23 тамыз сайлау боламын дегенше қырылып бітетін болдық. Мен айтам ғой, ей, айналайындар, ауылдан шықтық бәріміз. Ауылға дауыс берейік десем, қатын тұр, айғырларға, республикаға дауыс берген дұрыс қой деді. Сонымен тұрды да, қайнатам тұрды да, мен Ақжолға дауыс берем деді. Сонымен екеуі пони, бірдеме, сірдеме деп қырылып кетті сол жерде. Сонымен бір кезде енем кіріп келіп тұр ғой, ал құтты болсын ал. Как нормальные люди Әділет партиясына дауыс береміз дейді. Басына Әділеттің кепкісін киіп алған. Сонымен үйде көрші қатын отқан 4-ші самауыр шай ішіп. Сол тұрда халық ОСДП или байтаққа берген дұрыс қой деп қыстырылып кетті. Сонымен хай-вай ау-мау айғай болып отыр үйде. Сонымен тұрдым да айналайындар, бұл сайлаудан кейін де өмірі бар ғой, шамал адамгершілікті де ұмытпасаңыздар деймін. Үшеуі жабылды, мен төп-төп, нағарсыңдар, қолын бәрін көгертіп тастады, дым қалдырмай. Сөйттім да мен бұлармен Рембо құсап бір-біртіндеп наказывать етейін деп шештім ше. Мынау айналайындар, 23 август сайлауға барыңдар, дауыстарыңды беріңдер. Сосын бәрі біткесін, біздің жаққа келіп, мыналармен сөйлесіңдер, мынау адамгершіліктен кетіп барады, алаңсызына бірдеңе қылыңдар мынаны. Давайте. Бағила Байлауова, Сайбира Сайлауова, ПТК арнасы.